ең бастысы адам жаңағы дәретпен болу керек. Бұл да намаз. Қалай біз 5 уақытқа намазға қалай дайындаламыз? Жаназа намазына солай дайындалу керек. 4 тәкбірден тұрады, иә? Бірінші тәкбір айтамыз, қол көтереміз. Сосын бірінші тәкбірден кейін сана оқылады. Намаз бастағаннан кейін сана оқимыз, сол сана оқылады. Сосын тағы да тәкбір айтылады, бірақ қол көтерілмейді. Сосын салауат айтылады. Салауат айтқаннан кейін тағы да бір тәкбір айтылады, сосын осы жаназа дұғасы оқылады. Осы жаназа дұғасын көбісі білмейді негізінде. Осы сол Термизиде риуаят етілген хадисте осы жаназа дұғасын оқу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Аллахумма ғфир ли хаййина ва маййитина дейді. Я Алла, бізді тірілерді, өлгендерді кешір дейді. Ва сағирина ва кабирина, кішілерімізді, үлкендерімізді кешір дейді. Ва закарина ва унсана, ер адамдар, әйел адамдардан кешір дейді. Ва шахидина ва ғойбина, осы жерде барларды, жоқтарды да кешір дейді. Аллахумма ман ахияйтаху минна фа ахйи аля ислам. Я Алла, бізді тірілтетін кезде исламмен тірілт дейді. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. Бізді осы өмірден алған кезде бізді иманмен ал дейді. Аллахумма ла тахримна ажраху. Я Алла, бізді сауаптан махрұм қылма дейді. Не үшін айтылған бұл сөз? Егер адам бір қиыншылық келген кезде қатты қайғырып, шектен шығып жылайтын болса, шектен шығып қайғыратын болса, сол өлген адам азапталады дейді сол үшін. Сол адам жаназада сауабын алмай қалуы мүмкін дейді. Сол үшін ля тахримна ажраху дейді, бізді сауаптан махрұм қылма дейді. Уәлә тафтинна ба'даху, яғни осыдан кейін бізді сынама. Барып екі жаққа сәлем беріп, жаназа намаз сонымен аяқталады. Хадистерде келеді, 3 сап болса шапағатшы болады, күнәлар кешіріледі. Бір хадисте келеді, 100 адамдар болса күнәсі кешіріледі. Бір хадисте келеді, 40 адам болса дейді. Әртүрлі хадистер, әртүрлі риуаяттар келеді. Бұның мағынасы бір нәрсе айтылады. Адам қаншалықты көп болады, соншалықты қайтып кеткен адамның күнәлары кешіріледі, соншалықты оған шапағатшы болады деген мағынада айтылған.